Енді бір өкініштісі, білмеймін енді, намаздың әрбір адамға парыз екенін білмей ме, қалай айтып жатқан кейбіреулер, діни қызметте жүрген кейбір адамдар, халық бірыңғай намаз оқып кетпеу керек деген осындай нәрсені айтып жатыр. Алла тағала әрбір адамға намаз міндетті деп жатыр. Намаз фард айн, яғни әрбір адамға жеке-жеке міндетті. Бізде білесіздер, фард айн, фард кифая деген бар. Фард айн дегеніміз әрбір адамға жеке-жеке міндетті болған құлшылық. Фард кифая деген бір топ мұсылмандар орындайтын болса, қалғандардың мойнынан түседі. Мысалы, біреу қайтыс болды, жаназасын шығару керек. Мұсылмандардың бәрі тастап қоятын болса, бәрі күнәһар болады. Бірақ арасынан бір топ шығып, арулап, жуып, жаназасын оқып жерлейтін болса, қалғандардың мойнынан түседі ол міндет. Оны фард кифая дейді. Ал намаз болса фард айн. Яғни әрбір адамға жеке-жеке парыз. Әрбір адам жеке-жеке намаз оқуы керек. Ал енді қазір қияметтің белгісі шығар болды. Біреулер шығып, халық бірыңғай намаз оқып кетпеу керек дейді. Қалай Құдай саған намаз оқы деп тұр, әрбір адам намаз оқу керек деп тұр, сен болсаң бірыңғай намаз оқып кетпеу керек дейсің. Алла сақтасын.